Жігіттің ең керемет екендігін дәлелдейтін 5 белгі. Бәріне сәлем, менің интернет құрбыларым. Сендермен әрдайым мен, сүйікті достарың Санжар Айдар. Біле білсеңдер, махаббат шынымен таңғаларлықтай болуы мүмкін. Қашан не істесең де, сенің бастауларыңда әрдайым қолдап, үнемі біреу сені жақсы көретінін сезіну өте тамаша сезім. Бұндай арақатынаста болу толықтай сенім мен қауіпсіздіктің белгісі болып келеді. Егер сен белгілі романтикалық кинолар көріп, сондағы жұптарды мынау тура біз ғой дейтін болсаң, онда сен арақатынастағы дұрыс жолдасың. Ал егер саған бұл сұрақта көмек керек болып жатса, онда дәл қазір мен сендердің арақатынастарыңды тексеретін 5 негізгі белгіні атап өтемін. Дайынсың ба? Онда кеттік. Сен онымен өзіңді жақсы сезінесің. Бұл сөздер өте қарапайым және белгілі болып жатса да, сендердің арақатынастарыңның бір-біріңе тек позитивті эмоцияларды ғана алып келуі керек. Олар сені қайта-қайта қуантып, іштегі бір жылулық сезімін және осыған ұқсас нәрселерді туындату қажет. Өзімізге ұнайтын жақсы эмоциялар болмаса, онда жігітпен не үшін кездесіп жүрміз? Егер жігітпен ұзақ уақыт өткізгеннен кейінгі керемет сол бір сезім бір апта өткеннен кейін де әлі де сақталса, онда сен дұрыс жігіттің қасындасың. Жалпы арақатынас мәнісі бұл әрдайым бір адам үнемі сенің жағыңды қолдап, өзіңді әлпештеп, екеуің бірге жаңа әрі қызық нәрселерді ашуда болып келеді. Егер бұл сезім әрдайым сенен қалыспайтын болса, онда бұл дегеніміз сен дұрыс адаммен бірге екеніңді дәлелдейтін ең бірінші белгі. Әсіресе сендер жасөспірім болған кезде арақатынас жеңіл әрі көңілді болғаны дұрыс. Сендерге үйлену тойы, балалар, финанстар және осыған ұқсас қызық емес, іш пыстырарлық нәрселерді ойлап қажет емес. Сол үшін егер сендердің арақатынастарың көңілді, қызық әрі оларды қалап тұратындай болмаса, онда оларды тоқтату керек. Немесе бір нәрсені міндетті түрде өзгерткен абзал болады. Әйтпесе бұл жақсы еш нәрсеге алып келмейді. Екінші, сен күштірек болғың келеді және ол саған көмектесіп жатады. Біз саналы кісілер болғаннан кейін күнделікті үйреніп, өсіп, дамып, жаңа нәрселерді зерттеп жатамыз. Осы орайда жақын адамның сені түсініп қана қоймай, сенің бар хоббилерің мен қызығушылықтарыңды қолдап, өзіңнің ең күшті версияң болуға көмектесіп жатса, керемет емес пе? Сен жүретін жігіттің сенің күштірек болуыңа мотивация беруі керек. Ол сені спорт залдағы тренер сияқты емес. Так, дәл қазір жатқан орнынан тұрып, жаттығу жасауға кіріс. Болмайтын нәрселерді жей бермей, телевизор көруді доғар. Өзгер. Мен үшін. Қайта сен бұл арақатынас арқасында өзің үшін де, жігіт үшін де жақсырақ болуға тырысу керексің. Ал егер ол сені өзгертуге мәжбүрлейтін болса, онда бұл дұрыс емес белгі болып табылады. Үшінші, ол сенің тәуелсіз, азат екеніңді қолдайды. Сен жігітпен жұп болғаныңда өзіңнің идеяларыңмен, қызығушылықтарыңмен, қалайтын нәрселеріңмен индивидуалды тұлға болғаныңды еске түсіру қиын шығар. Себебі арақатынастағы маңызды нәрсе бұл жігітіңнің саған жұп болғаныңда да таңдауды өз қолыңа бергені. Егер ол саған достарыңмен кездесуге рұқсат бермей, өзі ұнатар ісіңмен айналысуға мұрша бермейтін болса, себебі оған аз уақыт бөлініп қалады, онда бұл жақсы арақатынас белгісі емес. Жігіт сені қатты жақсы көріп, сені уайымдағаннан өзі уақытын барлығын саған арнағысы келетіндей байқауы мүмкін. Бірақ бұл оның тек тым қызғаншақ екенімен барлығын өзі басқарғысы келетінін ғана білдіреді. Төртінші, сен оған толық сенесің. Сенің бұл маңызды пункт. Және сол үшін мен оған уақыт бөлуді ұйғардым. Себебі ол фундамент тәріздес. Егер сенің болмаса, демек үйдің іргесі де болмай, арақатынаста әлсіз болады. Басқа аспекттері қанша жерден баланста болса да. Жасөспірімдік кез негізі өзімен өзі өте динамикалық түрде тез өтіп жатады. Сені гормондар шарпыған кезде болашақтағы шешімдерді қазір қабылдап, нақ осы шақтағылармен да ойланып жүресің. Осы кездің өзінде де сенімен бірге мәселелерің мен мүмкіндіктеріңді талдап, ешкімді айыптамай, қайта қолдап, керек кезде қол ұшын беретін жаныңның болуы өте керемет. Кейде бәрімізде сәтсіздіктер периоды туындап, бір көңілсіздік ойға келіп қалатын жағдайлар болып қалады. Тура сондай кездерде сенің жігітің тіреу болмаса, онда бұл жақсы арақатынасқа жатпайды. Бесінші, сен басқалармен өзің бола аласың. Жігітпен арақатынаста болғаныңда басқалар үшін маска киіп жүргеннің несі жақсы екен?
Сен екінші жартыңды қанағаттандырамын деп өзің толығымен өзгеріп, басқа адам кейіпіне енуге мәжбүрмін деп ойлайтын болсаң, онда осы жерден жігітпен сөйлесуді доғару керек. Себебі басқа жігіт сені жақсы көрсін деп өзгеру бұл жақсы белгі емес. Сені қалай бар, солай тура солай қабылдайтын жігітті тапқан жеңілірек болады. Мысалы, бар ақшаң, атағың, мәртебең үшін бірге болатын емес. Егер жігіт сенің бір әдетіңді, орынсыз бір іс қылығыңды көріп қойып, сені тастап кетеді деп қорқатын болсаң, немесе сен онымен кездесуге мысалы боянбай шыға алмайтын болсаң, демек саған бұл жігіт еш сәйкес келмейді. Егер барлығы тура осылай жалғаса беретін болса, сенің маскаң күннің бір күнінде шешіліп қалып, барлығы тек алдамшы болғанын байқай бастайсың. Сол себепті не істесең де, оның соңы неге әкелетінін алдын ала ойланған абзал. Бүгінге осы айтылған кеңестер арқылы өз арманыңдағы жігітіңді тезірек кездестіруіңе тілектеспін. Видео ұнады деген ойдамын. Сол себепті тез лайк басып, өз пікіріңді төменге жаз. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі инстаграмыма кірсең болады. Жаңа видеолардан құр қалмау үшін каналға тіркелуді ұмытпа. Сенімен бүгін болған мен, Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.